басқа дін өкілдеріне мұсылмандық сәлем тарату жағына қалай болады? Басқа дін өкілдеріне біз сәлем айта аламыз ба? Олармен олардың тілінде сәлем бере аламыз. Мысалы, орыстар болса, здравствуйте деген секілді сондай сәлем айта аламыз. Бірақ Алланың сөзін, Алланың кәләмін, Алланың сипатын біз оларға айта алмаймыз. Оларға ассаламу алейкум деп айтуға болмайды. Неге? Өйткені Алланың сөзі тек қана мұсылмандарға ғана, Аллаға иман келтіргендер ғана. Ал егер де олар сәлем беріп келсе ше, бір христиан келді, орыс келді, сәлем берді саған, ассаламу алейкум деп. Біз қалай жауап береміз? Біз ва алейкум дейміз. Ва алейкум ассалам деп жауап бермейміз. Ва алейкум. Ва алейкумның мағынасы сағанда деген сөз. Бірақ сағанда Алланың сәлемі болсын деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені ол Аллаға иман келтірмеді. Бірақ олармен сәлеміміз үзу болсын. Неге? Өйткені оларды да исламға шақыру керек. Оларды да исламға шақыру керек. Жақсы қарым-қатынаста болу керек. Исламның бейбітшілік екенін, исламның әдемі дін екенін көрсету керек оларға. Бірақ Алланың сәлемін айтуға болмайды оларға.